Жабай жалбыз ғой. Бұл бауырға, өт жолына, бұл ашқазанға да жақсы бұны. Ішіп тұрған жақсы. Жаңадан бір 5 сәт, 10 сәт өскен кезде тамақ жасап та жейді бұны. Бұл өте жақсылар бұл. Мына шай қылып ішу үшін қалай дайындау керек, соны айтып жіберсеңіз. Бұны орып аласыз да салқын жерге кептіріп, соны ұсақ қылып турап салқын жерге кептіреді бұны. Соны бар дәлдік ішеді, чайға қайнатып, суға қайнатып. Жабай жалбыз. Негізі ана арықтың мойындарында көп өседі. Арықтың бойында көп өседі. Бұлақтың жанында. Арықтың бойында көп өседі. Тоғаның жағасында көп өседі ғой бұл. Қазір өгем тауындамыз. Тұрсын атаны осы жақта өгемге біз жақта дәрілік шөптері көп деп ертіп келгенбіз. Өзіңіз Қытайдан қай жерден келдіңіз? Мен Қытайдың Тоғысар ауданынан келгем, Иленің Тоғысар ауданынан. Қазақстанда келіп, біраз елге пайдалы болып, осындай емдік дәрілерді анықтап, екі жақтың атаулары әртүрлі екен, негізі сәл-пәл келмейтін шөптері бар екен. Мына атаулар ұқсамайды екен ба? Ана киіготты кеше не дедіңіз? Иісті жебір деді. Иісті жебірді. Бізде киігот дейді оны. Осылай келесі видеоларды көре беріңіздер, біраз видео түсіріп саламыз бүгін, Құдай қаласа. Рахмет аға.